жыл Қазақстан тарихында алғаш рет қазақ тілінде ресми газет жарық көрді. Ол Түркістан уәлаятының газеті. Ал сіз бұл газеттің шығу тарихын білесіз бе? Бұл газет 1870 жылы 27 сәуір мен 1882 жыл аралығында Ташкент қаласында жарық көрді. Газет айына 4 мәрте 2 саны өзбекше, 2 саны қазақша жарық көрген болатын. 1883 жылы Түркістан генерал-губернаторлығының бұйрығы бойынша газетке қазақ тіліне шектеу қойып, 1885 жылы газет өзбек және орыс тілінде шығып келді. Сонымен қатар Түркістан уәлаятының газеті 1918 жылға дейін 47 жыл бойы шығып тұрды. Шахмардан Мирасұлы Ибрагимов 1867 жылы генерал-губернатор Кауфманның бұйрығы бойынша губернаторлық ставкада парсы және татар тілдерінің аудармашысы қызметін атқарған. 1870 жылы сол генерал-губернатордың бұйрығы бойынша Ибрагимов Түркістан уәлаяты газетінің редакторы болды. Ал кейін бұл қызметті Қанышев жалғастырды. Ибрагимов қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, мәдениетін зерттеген. Оған дәлел мына еңбектері. Мысалы, қазақ халқының энциклопедиялық очерктері, қазақ халқының молдалары туралы, қазақ елінің сот анықтамасы. Ташкентте 12 апрельде 22 нөмірде Шымкенттің оязной судьясы подполковник Стилен Кабравскийні судья облысный военный губернаторға кейбір істерін бітіріп тұрмақ үшін шенеунік қыламын. Оның орнына ақ патша хазіретінің бұйрығы бойынша менің алдында тұратығын Калишевский, секретарь Поколовный, оязной судья қыламын. Осы хабарды менің қол астымда болғышыларға мәлім қыламын. Газеттің кейінгі нөмірлерінде 1866 жылғы ақша реформасы туралы банк хақында деген ортақ тақырыппен қазақ жұртындағы сауда-саттық, ақша айналымы, банк жөнінде түсініктер беріліп, сауданың пайдасы айтылған. 18 ғасырдың соңғы жылдарынан бастап қазақтың жоқтау жырларымен бірге Қобланды, Қозы-Көрпеш, Баян сұлу, Алпамыс эпостары қағаз бетіне түсе бастады. Бұл мәселеге Түркістан уәлаятының газеті де айтарлықтай үлес қосты. газетінің микрокөшірмесін Ішкілтай Сұбханбердина 1956 жылы Ленинградтағы Салтыков-Щедрин атындағы мемлекеттік кітапханаға барған сәтінде қолға түсіріп, орталық ғылыми кітапханаға өткізген. Салық Бабажанов 1830-1870 жылдар аралығында өмір сүрген ғалым, этнограф, қоғам қайраткері, географ ретінде орыс географиялық қоғамының хабаршысында жинақтарда мақалалар жариялап тұрған. Және де Түркістан уәлаятының газетінде 300-ге жуық қазақтың мақал-мәтелін жинап бастырған. Менің жақын туыстарымның келісімі бойынша, орда ісімен әрі қарай танысу үшін, бұдан бұлайда жұмысымды жалғастырсам деймін. Сондықтан да, жоғары мәртебелі мырза, сіздің шекара комиссиясына қызметке алуыңызды сұраймын.